және Instagram парақшаларына тіркеле кетіңіз. Дінімізде әрбір істің орындалу уақыты, есебі нақты көрсетілген. Соның бірі тырнақты уақытылы алып тұру. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, оны тазалыққа қатысты 5 сүннеттің бірі ретінде атап көрсеткен. Тырнақты алу тазалық сақтау үшін аса маңызды. Өйткені тырнақтың астына көптеген микроорганизмдер жиналып, қолмен жеген аспен ауыз қуысына енуі мүмкін. Нәтижесінде адам көптеген ауруларға шалдығады. Қазақтар ырымдап келген дүйсенбіде немесе басқа да күндері тырнақ алуға болмайды деген тыйымдар ислам заңдылықтарына үйлесе қоймайды. Дегенмен, хадистерге сүйеніп тырнақты жұма күні жұма намазынан бұрын алған абзалырақ дегіміз келеді. Айша анамыздан келген бір риуаятта кім жұма күні тырнағын алатын болса, келесі жұмаға дейін және оған қосып тағы 3 күн Алла оны бәле жаладан сақтайды делінген. Тырнақ алу әдебі бойынша әуелі оң қолдың сұқ саусағынан бастап, ретімен ортаңғы, аты жоқ және шынашақ, ең соңында бас бармағының тырнағы алынады. Сол қолы шынашағынан бастап, ретімен бас бармағының тырнағымен алумен аяқталады. Аяқ тырнақтарын оң аяғының кішкентай башпайынан бастап ретімен алады. Ал сол аяғының тырнағын керісінше үлкен башпайынан бастап кішкентай башпайынан аяқтайды. Фатауал Хиндия. Тырнақты аптасына 1 рет алып тұру қажет. Мүмкіндік болмаған жағдайда 40 күнге дейін өсіруіне болады. Бірақ 40 күннен соң міндетті түрде алуы керек. Бұл жайында сахаба Әнәс мұртты қысқартуды, тырнақ алуды, қолтық жүнін жұлып, кіндік астындағы түкті құруды 40 күннен асырмауды бұйырды деген хадис жеткен. Тирмизи. Алла берген денсаулығымызды күтіп, таза ұстау әрбірімізге жүктелген міндет. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.